Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бітіруші түлектер. Біз сіздермен қазір Қазақстан тарихынан тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Сонымен бірінші сұрақ: ерте палеолиттің мустье кезеңі. Мына жерде жауап дұрыс. 140-40 кезеңді қамтиды. Ерте темір дәуірінде жартылай көшпелі шаруашылық түрі дамыған аймақтар, олар таулы аймақтар: Шығыс Қазақстан, Алтай, Тянь-Шань таулары. Өте дұрыс. Өйткені бізде отырықшылық Сырдария, Шу келесте. Мына жауап. Ал бізде Батыс Қазақстан және орталық Қазақстанда таза көшпелі аймақтар. Мен тағы бір қайталап өтейін. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы Шығыс Қазақстан, Алтай, Тянь-Шань, ал отырықшылық Сырдария, Шу келес өзендерінде, ал таза көшпелі аймақтар Батыс және орталық Қазақстан. Қимақ қағанатының ыдырау себебі Қыпшақ тайпа көсемдерінің билікке таласы. Өте дұрыс. Қимақ қағанатындағы мықты тайпалар қимақтар мен қыпшақтар болған. Қызыл аңғар қаласы қай тайпаныкі? Жауап: үйсіндердікі. Оның тағы бір аты бар: Чигучен, Ыстықкөл маңында, Іле жақта орналасқан. Хақназар хан билік еткен кезде Жетісу мен Ыстықкөл аймағын басып алу мақсатымен Қазақ хандығына қарсы соғыс ашқан Моғолстан ханы. Ол Абдрашид. Мына жауап дұрыс емес. Сонымен жауап болады: Абдрашид Моғолстанның ең соңғы ханы. Моғолстан біздің оңтүстік шығыс Қазақстанда орналасқан, астанасы Алмалық. Шағатай ұлысында құрылған Моғолстан. Қазақ КСР тарихы еңбегінің авторы кім? Әрине, ол Ермұхан Бекмаханов. Кітап 1943 жылы шыққан. Бекмаханов, өздеріңіз білесіздер, осы 1947 жылы 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан деген монографиялық еңбегі үшін айыпталып, Правда деген газет сынап мақала жазып, 1952 жылы 25 жылға сотталып кеткен болатын. Бірақ 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін Ермұхан Бекмаханов ақталып, 1954 жылы шықты. Сонымен Қазақ КСР тарихы кітабының авторы Бекмаханов. Келесі: Ақпан революциясының кезінде болған оқиғалар. Ол әрине оқиға: монархия құлады, қос өкімет орнады. Ақпан революциясы 1917 жылы болған. 1917 жылы құрылған 300 партиясының төрағасы Көлбай Тоғысов. Өте дұрыс. Ал Мұстафа Шоқай Түркістан автономиясының жетекшілерінің бірі. Ұлы отан соғысы жылдары Луганск ауыр машина жасау зауытының цехтарын алған кәсіпорын. Ол Алматы машина жасау зауыты. Жаяу Мұса Байжанұлының әлеуметтік әділетсіздікке қарсы наразылықтан туған әні Ақсиса. 19 ғасырдың 60 жылдар Мәскеуде оқып жүрген қазақ жастары құрған ұйым. Ол Жас тұлпар. Жетекшісі Мұрат Әуезов. Семейде Тайшыбар. Жас қазақ, ол Ақмолада. Тағы бір қайталап өтейін. Мәскеудегі ұйым Жас тұлпар, Семейде Тайшыбар, Ақмолада жас қазақ. Осы жас қазақтың жетекшісі Сәкен Сейфуллин. Талап, ол бізде Петропавлда. 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Ол Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы. Дұрыс жауап. Келесі: 1883 жылы Ор қаласында ашылған оқу орны Қазақ мұғалімдер мектебі. Түркістан аймағындағы оғыздар елтірі беретін қойларды көп өсіретіндігін жазған Ибн Хаукаль. Ақ Орданың құлау нәтижесінде құрылған мемлекет Әбілхайыр хандығы. Әбілхайыр хандығы өмір сүрді 1428-1468 жылдары. Астанасы Сығанақ қаласы. Ақ Орданың да астанасы Сығанақ болған. Жошы, ол Шыңғысханның үлкен ұлы. Жошхан кесенесі орталық Қазақстанда, Ұлытауда. Қуаңшылық жылдары жасалған ырым. Жауап: тасаттық болады. Тасаттық. 20 ғасырдың 90 жылдарында халықтың тұрмыс жағдайын нашарлатқан
ол азық түлік бағасының күрт өсуі. Аңырақай түбінде қазақ жасақтарын басқару жүктелді. Әрине ол кіші жүздің ханы Әбілқайыр ханға жүктелген. Қаңлылардың Жетіасар кешеніндегі үлкен қаласы. Жауап: Алтын асар болады. Қаңлылар бізде осы оңтүстік Қазақстан аймағында өмір сүрген. Астанасы Битянь деп аталады. Сонымен ең соңғы сұрақ бізде сұрақ былай: Қытайдың хан хроникасындағы жазуға қарағанда Қытай патшасы көп сыйлықты талап етіп, Гуньмо оларға 1000 жылқы жіберді. Бұл оқиға БЗБ 107 жылы болған дейді. Мәтіндегі қарым-қатынас туралы елді анықтаңыз дейді, Қытай жасаған. Әрине, бұл жерде сіздерге бірден көмекші тұр. Гуньмо ол үйсіндердің басшысы. Жауап болады үйсіндер. Үйсіндердің халық саны 630 мың. Үйсіндердің астанасы жаңа алдыңғы сұрақтарды көрдіңіздер, Қызыл Аңғар қаласы деп аталады. Ал тағы бір қайталап өтейік. Сіздермен бірге бүгін талқылаған 20-ға жуық сұрақ бар. Ал сонымен ерте палеолит мустей кезеңі бойынша 140-40, жартылай көшпелі шаруашылық Шығыс Қазақстан, Алтай, Тянь-Шань, ал отырықшылық бізде Сырдария, Шу, Келес өзендерінде, ал таза көшпелі аймақтар Батыс және Орталық Қазақстан. Қимақ қағанатын ыдырау себебі Қыпшақ тайпалар көсемдердің билікке таласы, Қызыл Аңғар қаласы үйсіндердікі. Келесі Хақназар мен Жетісу, Ыстықкөл аймақтар үшін соғыс ашқан Моғолстан ханы Абдрашид, ол Моғолстанның соңғы ханы, және Қазақ КСР тарихы кітабының авторы Бекмаханов. Ақпан революциясының нәтижесінде монархия құлады. 300 партиясының төрағасы Көлбай Тоғысов, Луганск ауыр машина жасау зауыты, Алматы машина жөндеу зауыты, Жаяу Мұса Ақсиса, Мәскеуде оқып жүрген жастар қорған ұйым Жас Тұлпар, 93 жылы 28 қаңтар алғашқы конституция, Ор қаласында ашылды 1883 жыл мұғалімдер мектебі, Түркістан аймағында оғыздар елтірі беретін қойларды өсіретін жазған Ибн Хаухал, Ақ-Орда құлау нәтижесінде құрылған мемлекет Әбілқайыр хандығы, екеуінде астанасы Сығанақ қаласы сыр бойындағы, қуаңшылық жылдар жасалған ырым Тасаттық, 90-шы жылдар халықтың тұрмыс жағдайын нашарлатқан жағдай, азық-түлік бағасы күрт өсті. Аңырақай түбінде қазақ жасақтарын басқарған кіші жүздің ханы Әбілқайыр, Қаңлылардың Жетіасар кешеніндегі қаласы Алтынасар және мәтін Гуньмо оларға 1000 жылқы жіберді дейді, яғни 107 жылы БЗБ. Ол жауап болады үйсін. Жақсы, рахмет, құрметті мен көріп отқан эфирімді көрермендер, оқушылар, бітірушіліктер, сіздерге сәттілік.